Достар, саламатсыздар ма? Достар, саламатсыздар ма? Қалайсыздар, жақсыздар ма? Біз бүгін өзіміз марафонымызды бастаймыз. Достар, 24-0-0-16 бастаймыз. Достар, нұсқан бастамас бұрын сіздерге айтып шаршамайын десең айта берейін. Егер мен видеоны қарап жатсаңыздар, сіздерге кішкене көмек тиіп жатса, лайк, комментарий басып отырыңыздар, потому что бұл алгоритмдер видеомның қаралу ауқымын арттыратын алгоритмдер, окей? Нұрсек. Ой, басақ, бисмилля. Достар, осы жол давайте біз 2x режиммен шығарып көрсек. 2x режиммен шығарып 30 минут болмай бітіріп тастауға тырыссақ. Егер мынаяқтан саналып тұр негізі, камерадан саналады секундтармен. Қосанда болады негізі, окей. Так, бисмилля, давайте бастайық. Көлемі 6 литр ыстық зат мөлшері 0,6 моль, идеал газдың қысымы 100 килопаскаль, газ температурасы де. Достар, бұны шығару үшін Менделеев клапені теңдеу PV тең μ RT мен, е. Осы жерден тыны тапсам, PV бөлінген μ ма 300 мың, е. 300 килопаскаль деген. Көлем бізде так. 6 литр деген, достар, 6 оның минус 3 дәрежесі метр кубқа айналдырған кезде. 0,6 моль, зат мөлшері 8,30 универсал газ тұрақтысы. Так, достар, 0 деп қысарсам, мына 3 қысартайын, е. Мына қысартынан 10 деп қоя салайын, мына тағы бір 10 деп қоя салайын, окей. Сол кезде 3000-ді 8,31-ге бөлем, е. Так. 3000 бөлу 8,31 тең. Опа, 361. Примерно бар екен, достар, 361 деген, е. 361 Кельвин. Окей? Алия? Окей? Я, мен шығарып отырыңыз. Сыйымдылығы 1,2 конденсатор параллель жалғанған кернеуі 2 вольт. Әрбір конденсатордың заряды 10 кулон болса, батареяның сыйымдылығы. Так, сыйымдылық формасы Q бөлінген U, я. Достар, Q бөлінген U. Не дейді, достар, параллель жалғанған дейді, я. Сыйымдылығы 1,2 конденсатор параллель жалғанған кернеуі 2 вольт. Конденсатордың заряды болса, батареяның сыйымдылығы. Сыйымдылығы батареяның сыйымдылығы 1,2 конденсатор параллель жалғанған кернеуі. Әрбір конденсатордың заряды. Достар, енді қараңыздар, параллель жалғанған кезде мен жалпы сыйымдылық табу керек қой. U жалпы, Q жалпы, U жалпыны табамын, е. Параллель болғанда улар бір-біріне тең, достар, е. Естеріңізде ғой, U жалпы ол вот 2 вольттың өзі. Ал Q жалпы деген ол Q1 мен Q2-ні қосқанға тең, е. Бұл жерде әрбіреуі, достар, әрбіреуі конденсатордың заряды оның 4 дәрежесі болса, 14 дәрежесін қоссам, 2 көбейтен оның минус 4 дәрежесі кулон деген сөз, окей? Сөйтіп есептеуді ұмытпаймын. Нұрсан түсініп жатыр қой? 2 оның минус 4. Оның минус 4-тен 10 минус 4 қоссақ 2 болады ғой, е? Сол кезде енді оны U жалпыға бөлемін 2-ке. Сол кезде оның минус 4 дәрежесі, достар. В нұсқасын белгілеймін. Жалғастырамыз. Интеректің үлкен иіне 20 см, кіші иіне 5 см, үлкен иіне 10 ньютон күш әсер етеді, интеректің тепе-теңдікті ұстау үшін кіші иіне сүретін. Так, достар, формула қалай? F бір L1 тең, алия, F2 L2, я. F1-ге давайте біз үлкен иінді алайық, үлкен иін 10 болса, үлкен иіннің ұзындығы 20 ғой. Кіші иін 5 болса, мынаяқта F2, номинал қысқартқышы мынаяқта 2, сол кезде F2 неге тең болып тұр? 40 ньютонға тең болып тұр. 40 ньютон бейгіліңіз. Гидравликалық пресстің кіші поршенінің ауданы 5 см квадрат, үлкеннің ауданы 500 см квадрат, пресстің күштен беретін ұтысы қандай? Ұтыс пен ұтылыстар олар аудандардың қатынасы бола салады, е. Сол кезде 500-ді 5-ке бөле саламыз, сол кезде 100 есе ұтыс береді деген сөз, окей? Ұтыс пен ұтылыс олар иіндерін немесе аудандардың қатынастарымен есептей салады, ерш. Жалғастырамыз. X-тен 0+5 косинус 3 пи теңдеуі бойынша тербелетін дененің 3 секундтан кейінгі үдеуінің модулін табыңыз. Окей, достар. Осы теңдеуден модульді үдеудің теңдеуін жазу үшін не істеймін? 2 рет туындалған, достар. X-ның екінші туындысы үдеу ғой, е. 2 рет туындалған кезде, достар, A тең 0,5 көбейтілген 3 пи 2 рет түседі, е. Косинусымыз обратно косинус болады, бірақ минус түседі, е. Енді бізде модулін сұрап тұр, минус жазып қояйық. Косинус 3 пи т-ның өзі, е. 3 пи т-ның өзі. Бірақ, достар, мен т-ға нені жазамын? Т-ға 3 секунд жазамын, е. Мына жерге 3 жазсам, сол кезде косинус 3 пи т. Косинус 9 пи болып тұр ғой, достар, е. Косинус 9 пи 2 пи саған айналып келсе, косинус пи деген сөз ол бұл, е. Косинус пи минус 1 ма? Косинус 1 минус 1 болса, окей. Енді неяқтың бәрін жазбай қойым, достар, бірге көбейтсең ештеңе өзгермейді ғой, е. Сол кезде мынау 90 пи 45 бір деген сөз мынау шығып тұр деген сөзді, достар, жоқ шығамын, е. Естіп көре салайық. 0,5 көбейту 3 көбейту 10, примерно 10 енді, достар. 4,5 сол шығып тұр екен, достар, окей? Газды изопаралық жүйемен қыздырғанда 270 джоуль жұмыс істелді. Газ ұлғайып, оның көлемі 2 оның минус 3 метр шамаға артты. Газдың қысымы қандай дейді? А тең P дельта V. Қысым тапса, мержан формуласы А бөлінген дельта V ма? 270 бөлінген 2 оның минус 3 дәрежесі. 270 2-ке бөлсем қанша болады?
135 10-ның 3 дәрежесі паскаль, иә? 135 килопаскаль деген сөз. Жалғастырамыз. Егер өзара әсерлескен зарядтардың бірінің мәні 2 есе артып, ал әсерлесу күші өзгеріссіз қалса, онда олардың әсерлесу қашықтығы қалай өзгереді дейді. Окей. F тең K Q1 Q2 бөлінген R квадрат қой. Енді айтып жатыр бізге. Зарядың бірінің мәні 2 есе артса дейді, иә? Мына жерде 2 пайда болған ғой. Өзгеріссіз қалу үшін бұл 2 жоқ болып кету керек. Демек, біздің мынау арымыз ол түбірасты 2 есе артты деген сөз ғой, иә? Осы мына жерде квадратта жерсем, достар, сол кезде мына жерде 2 пайда болады ғой, 2 R квадрат. Осы 2 мен аяқ қысарып кетеді де, сол кезде өзгеріссіз қалады күш. Демек, қашықтық түбірасты 2 есе артады деген сөз. Түбірасты 2 есе артқан кезде ғана ана 2 мен қысарып кетеді ол, окей? Квадратты алып. Так, жалғастырамыз. Горизонталь жазықтық бойымен массасы 10 кг денені қозғалыс бағытына 30 градус бұрыш жасайтын 50 ньютон күшпен сүйрейді. Егер дененің алатын үдеуі 3.5 метр секунд квадрат болса, жазықтық пен дене арасындағы үйкеліс коэффициенті қандай дейді? Так, достар, денені достар, мынау есепке кішкене ұзақта уақыт бөлеткенбіз, иә? Енді жалмаңыздар, біраз уақыт бөлеміз. В общем, достар, мынандай мына жерде ше. Так, мынаны өте кішкентай ручкамды алып алайын, өте кішкентай көк. Достар, в общем, мына жерде бір дене тұр да, окей? Оны астына қарай mg тартып жатқан біліп тұрсыздар, иә? Енді осы 30 градуспен бір қандай күш тартып жатыр дейді? 50 ньютон күш тартып жатыр екен, окей? 50 ньютон күш тартып жатыр екен. Мына 30 градус деген сөз, яғни, окей? Бірақ енді біздің денеміз енді білесіздер былай жылжиды ғой, иә? Өйткені мына күштің мына жаққа проекциясы түсіп жатыр. Мен мынаны сразу былай жазсам бола ма? 50 көбейтілген косинус 30 деп жазсам. Бола ма? Ал енді оның әсері еще мына жаққа да кетіп жатыр, білесіздер ғой, достар, иә? Түсінікті ғой, иә? Бұны мен қанша деп жазсам болады, достар? Синус альфа деп жазсам болады, иә? F синус альфа деп. Но Y-ге синуспен түседі ғой проекциясы. 50 көбейтілген синус альфа деп жазсам болады, иә? 50 синус альфа деп жазсам болады. Енді, достар, не істейін? Жаңағы теңдеу жазайын. Достар, қараңыздаршы, біздің денеміз осы бағытта қозғалып жатыр ғой. Неге сол бағытта қозғалып жатыр? Потому что алдын қарап тартып тұрған 50 косинус 30 градус бар, иә? Оған қарсы бізге үйкеліс күші бар. Үйкеліс күшінің формасы μn ғой. Олар тең m-ны құрап тұр да. Енді, достар, бұл жерде n дегенде негізі қалыпты жағдайда n mg болу керек еді. Бірақ оны астына қарап mg тартып жатыр ғой, достар, иә? Бірақ оны мына қарап көтеріп тұр. 50 синус альфа, иә? 50 синус альфа көтеріп тұр. Сол себепті мынаны мен не деп аламын? mg-дан азайтамын 50 синус альфаны азайтамын. Түсінікті ба, достар? Жерде тұрған кезде mg болып жерді басып тұрады ғой. Бірақ ана көтерген кезде y проекциясы барып сөйтіп не істейді, иә? Сол кезде осыны азайтып жібере салайын, сол кезде қанша болатынын жазайын. Так. mg деген масса бізде қанша еді, достар? 10 килограмм, иә? 100-ден 50 синус альфа 25 ғой, иә? 100-ден 25 алсақ 75 па? Нормал форс бізде 75 деген сөз, иә? Сол кезде мына жерге косинус 30 қанша еді, достарым? Түбірасты 3 бөлінген 2 ма? Дұрыс қой, достар, түбірасты 3 бөлінген 2. Сразу көбейте салайық, иә? 0,87 көбейту 50 тең, 43-те 5 екен, минус мю, нормал форс 75 шықты, иә? Тең, масса бізде қанша еді? 10 көбейтілген 3.5, иә? 35 болып тұр, иә, сол кезде. Так, достар, не істесек болады? Енді, достар, мынаны не қойып өткізейін, иә? Мына жаққа минус өтеді ғой? 35, сол кезде осыдан 35 азайтсам, 8.5 шығып тұр, 8.5. Мына жақта мю көбейтілген 75 шығады, иә? Сол кезде мю табу үшін 8.5-ті 75-ке бөлемін, иә? Тең, сол кезде 0,11 дейді, достар. Мю қаншаға тең екен? Бізге үйкеліс коэффициенті сұрап тұр ғой, иә? 0,11 деген жауап шығады екен. Демек 0,11 деген жауапты белгілеймін, окей? Бұл с деңгейлі есеп, достар. Хорошо? С деңгейлі есеп. Надеюсь, түсініңіздер деп ойлаймын енді. Видеодан қазір замедленно қарасаңыздар болады, түсінбесеңіздер. В общем, сондай. Так, жалғастырамын. Радиотаратқыш арқылы тудыратын электромагнит тербелістің жиілігі 2 есе арттырса, радиостанция шығаратын толқын ұзындығы қалай өзгереді? Так, толқын ұзындығының формасы бізде жылдамдық бөлінген жиілік қой, иә? Енді қараңыздар, жиілігін 2 есе арттырса, толқын ұзындығы 2 есе кемиді деген сөз. Екеуі обратно пропорционал ғой, иә? 2 есе кемидіні белгілеймін. Жалғастырамыз. Температурасы 20 градус Цельсия, көлемі 30 литр су мен температурасы 60 градус Цельсия, көлемі 20 литр ыстық суды араластырғанда қоспаның температурасы қандай болады? Достар, давайте математикада концентрациямен шығара салайық, иә? Так, суық су қанша болған бізде, достар? Температурасы көлемі 30 литр суық сумен, 20 көбейту 30 литр ғой, иә? Қосу 60 көбейту 20 тең қоспаның көлемі қанша болған, достар? 50
көбейтілген тета деймін да достар, орындық температурасы. Сол кезде мына екеуін көбейтсем қанша болады? 600 бола ма? Мына екеуін көбейтсем қанша? 36 ба? Достар, мына 20 мен 30 көбейтсем 600 дұрыс қой, 600, мына 12, 2 дұрыс. Тең 50 болып тұр да. Сол кезде 1800-ді 50-ге бөлем, 1800 бөлу 50 тең. Опа, 36 градус Цельсий екен. Бізде тетамыз қанша екен? 36 градус Цельсий. Сонда жауап бар ма? Бар екен, белгілеміз. Мына жүйе түсінікті, әле? Концентрациямен шығара саламыз оны. Жалғастырамыз. Аэросат ішіндегі оттегі газының қысымы 25 килопаскаль, ал көлемі 40 метр куб. Оттегі газының ішкі энергиясы қандай? Так, оттегі бізде неше атомды газ достар? O2, 2 атомды ғой, ішкі энергияның формуласы 2 атомды газ үшін 5 бөлінген 2 PV деп жазасам достар. P дельта V деп жазасам, окей? Ішкі энергиясы. Жоқ, ішкі энергияны өзі сұрап тұр екен ғой достар. Өзгерістер жоқ, тек қана PV, 5 бөлінген 2 25, оның 3 дәрежесі, көбейтілген көлем 40. Так, есептейміз достар. 2.5 көбейту 25, көбейту 40 тең. Опа, 2500, 2.5 оның 6 дәрежесі бар ма достар? Вот бар екен 2.5 оның 6 дәрежесі, 2500 оның 3 дәрежесі шықты да. Яғни бұл 2,5 миллион деген сөз ғой, ерш. Жабық ыдыстағы газ температурасын артырса, газдың тығыздығы қалай өзгереді? Жабық ыдыс болғандықтан оның тығыздығы өзгермейді. Окей? Потому что тығыздықтың формуласы бізде масса бөлінген көлем ғой. Жабық ыдыс көлем тұрақты, массасы тұрақты ғой. Ал қысым десе, онда ол артады, бірақ тығыздық өзгермейді, окей? Тығыздық температура тәуелді емес. Жалғастырамыз. Кезектесеп, тоқым жиілігі 36 Гц, ал жылдамдығы 340 метр секунд болатын тоқым ұзындығы болса, тоқым ұзындығы бізде лямбда тең жылдамдық бөлінген жиілік қой. 340-ты бөлеміз 36-ға, тең. Так, 340 бөлу 36. Опа, қанша? 9.44 дейді достар. Но енді 9.4 метр белгілейміз, Айнымалы кернеуі 110 вольт, тізбекке трансформаторды қосқанда кернеуі 10 вольт, кедергісі 1 ом, екінші орамда 1 ампер тоқ жүрді, трансформатор трансформация коэффициенті. Так, трансформация коэффициенті бізде К еді, ол U1 бөлінген U2 еді ғой, окей? Енді U1 бізде беріліп тұр, мынау, окей? Ал U2 дегеніміз достар, ол U плюс IR деген сөз достар. Мұнда U дегеніміз, екінші мынау пайда болған кернеу ғой, окей? Сол кезде U2-ні тапқан кезде бізде 10 плюс 1 көбейтілген 1, сол кезде 11 шығып тұр ма? 11 шығып тұр екен, Что-то жауап шықпай ғой, не болды? 110 бөлінген 11, тең 10 шығып тұр екен ғой, К10 болса, бұл трансформатор жоғарылатқыш трансформатор ма, төмендеткіш трансформатор ма, достар? Нет. Егер К1-ден үлкен болса, онда бұл төмендеткіш трансформатор деген сөз. Окей? Төмендеткіш трансформатор екен. Жалғастырамыз. Қозғалыстағы дененің қозғалыс жылдамдығының уақытқа тәуелді график бойынша дененің 2 секундтағы жүрген жолы. 2 секундтағы жүрген жол, достар, 2 секундта ол қалай қозғалған? Үдемелі, кемелі, тұрақты. Тұрақты, 2 секундта тұрақ қозғалады, жылдамдық өзгеріп жатқан жоқ. Яғни біз осы аудан таба саламыз ғой. Мына жағы 2, мына жағы 2, 2-ні көбейтсек 4 деген сөз. 4 метр, сөйтіп таба саламыз. Так, жылдамдығы 0,6 болатын бөлшектің релятивистік массасының тыныштық массасына қатынасы. Окей. Так, релятивистік массаның формуласы m0 бөлінген 1 минус v квадрат бөлінген s квадрат, өйстіп жазса, бізде енді m бөлінген m0 табу керек, мынаны m0 мына өткізіп жіберсем, сол кезде 1 бөлінген 1 минус v квадрат бөлінген s квадрат төбірасында қалып тұр, Ну, достар, біліп тұрса, 0,6 болса, мына не шығады? 0,8 болады, 0,8 бөле салам, сол кезде 1.25 ба? 1.25 жауап шығады екен. Окей? Әлі түсініп жатсыз ба? Мына жерге қазір мен былай жазсам, мынаның орнына 0,6 с деп жазсам, бұны квадраттасам, 0,6 с квадрат қой. С квадрат қысқарып, 0,6 квадрат 0,36, бірден 0,36-ны азайтсам 0,64, 0,64-дің түбірі 0,8 шығады, окей? Сөйтіп несеп етіп өткенде. Так, жалғастырамыз. Ауадан шыныға өткенде қызыл жарықтың тоқым ұзындығы қалай өзгереді дейді. Енді достар, бізде қараңыздар, жылдамдықтың формасы с бөлінген n ғой. Яғни жылдамдығымыз бізде не істеп жатыр, достар? Жылдамдығымыз 1,5 есе азайып жатыр, Жылдамдық азайса, тоқым ұзындығын, достар, қандай мынандай формуласы бар. В бөлінген ню деген формуласы бар, Бізде жиілік ол всегда постоянный тоқымдарда. Жылдамдық азайып жатса, демек тоқым ұзындығы да азаяды деген сөз. Жылдамдық қаншаға азайды? 1,5 азайды ғой, Демек тоқым ұзындығы да 1,5 есе азаяды, Сондай бар ма? Нұсқасын белгілейміз. Жалғастырамыз. Ержан Орал, өмір семен қызық Ержан. Желігі 15 дәрежесі Герц жарық түсіргенде литийден шыққан электрондардың максимал кинетикалық энергиясы қандай дейді, Окей. Достар, фотоэффект үшін Эйнштейн теңдеуін шығарамыз, Формуласы қандай еді, Нұрсұлтан?
кинетикалық энергияны табу керек, екіні табу керек екен. Окей. Осы жерден кинетикалық тапсам, не болады формуласы Алия? H ню минус А болады ғой, орындарға қоясаң 6.63, көбейтен 10-ның минус 34 дәрежесі, ню дегеніміз 10-ның 15 дәрежесі, минус шығу жұмыс қанша еді достар? Вот 0,38, 10-ның минус 18 дәрежесі екен, Так, есептейік достар. 34-тен 15 азайтсақ, минус 19-дан достар? Сол кезде достар, мен мынанша, достар, мен мына былай алайыншы. 0,663, 10-ның минус 18 дәрежесі деп алдым достар. Минус 19 еді ғой, Сол кезде минус 18 жақсан шыртан шығарам қазір. Минус 0,38, 10-ның минус 18, 2 минус 18 шыртқа шығарсам болады ғой, Алия? Жақсан шыртан мынаны шығарсам, сол кезде жақсан ішінде 0,0663 минус 0,38 қалады, тең 0,283. Сол кезде кинетикалық энергиямыз неге тең болып тұр достар біздің? 0,283 көбейтен 10-ның минус 18 дәрежесі джоульға тең екен. Бұндай жауап жоқ екен достар. Біз электрон вольтқа айналдыру керекпіз, Ол үшін не істейміз біз? 1.6-ға бөлеміз. Бөлеміз 1.6-ға тең. Опа, 0,176 дейді достар. Электрон вольтқа айналдырыңыз 0,176 8 көбейтен 10-ның минус 19 плюс 19 10-ның 1 дәрежесі екен. Сол кезде 1.76 8 электронный вольт деген сөз достар. Яғни 1.77 жоқ шамамен, Алия? Так, жалғастырамыз. Амплитудасы 0,4 метр гармоникалық тербелістер жасайтын дене бір толық период кезінде жүрген жолы қандай дейді. Достар, естеріңізде ме? Бір толық период кезде қанша амплитудадан басып өтеді қозғалған дене? Төрт амплитудадан жүріп өтеді. Мынандай еді ғой, мысалы, осы жерден бастап бір математикалық маятник қозғал, былай емес, мен лучше былай істейінші. Міне былай еді ғой. Мысалы, мына жерге бір математикалық маятник тербетіп жіберсек, амплитуда деген осы қашықтық қой. Бір период дегеніміз мына жіптің неға барып, қайтып келгені ғой, көрінсе 4 амплитуда тұр бұл жерде. Яғни оның амплитудасы 0,4 болса, бір периодта ол қанша жүреді? Алия? 4 есе көп жүреді, Біреуі 0,4 болса, 4-ті 1.6 ғой, екеуін көбейтеміз. Сол кезде ол 1.6 метр жол жүреді деген сөз. Түсінікті ме достар? 0,4 жүреді, мен қарап, 0,4 жүреді, обратно қайтадан 0,4 жүреді, обратно 0,4 жүреді, Сол кезде барлығы 1.6 метр жол жүреді. Окей. Суреттегі атомның энергиялық диаграммасына сәйкес ең аз жиіліктегі квант жұтуға сәйкес келетін өту номері қандай? Ең аз жиіліктегі квант жұтуға дейді. Жұту десе, достар, жоғары қараған стрелкалар, Бізде пока екеуі ғана болып тұр екен. Ең аз жиілік дей ма, достар? Олай болса, дельта Е тең H ню ғой. Осы жерде нью тапсақ, дельта Е бөлінген H, Ең аз болу үшін энергия ең аз болу керек. Осылар ең аз бізде 5 екен, демек 5-ші нұсқаны белгілейміз, Окей? Жалғастырамыз. Гармоникалық тербеліс жасайтын нүктенің тербеліс теңдеуі x тең см косинус 15 плюс пи бөлінген 3 тербелетін нүктенің максимал үдеуі 9 метр секунд квадрат болса, тербеліс амплитудасы қандай? Окей. Максимал үдеу беріліпті достар, Максимал үдеудің формуласы есімізде ме? АМ тең xm омега квадрат еді ғой, осымен шығара салайық, АМ бізде 9-ға тең, xm білмейміз, омега нешеге тең? 15-ге тең, Косинус пен тың арасында 15-дің квадраты. Сол кезде xm табу үшін 9-ы бөлеміз 225-ге 15-дің квадратына, Қанша болып тұр? Ау? Опа. 0,4 екен, 0,4. Қалай? Қалай ол? Возможно. Жалғастырамыз. Массасы 10 кг дененің импульсы 40 кг метр секунд болса, оның жылдамдығы қандай болады? Окей. Так, импульсінің формуласы бізде әлі қандай еді? mv ғой. Осы жерден v-ні тапсам, формула p бөлінген m, p деген бізде 40 болса, масса 10 болса, 4 метр бөлінген секунд шығып тұр, 4 метр бөлінген секундты белгілейміз, окей? Халк. Тұрақты 60 вольт кернеу көзіне қосылған сыйымдылығы 10 микрофарад жазық конденсатордың асарларының арасына өтімділігі 7 диэлектр енгізілген. Осы кезде конденсатор энергиясының өзгерісі қандай дейді достар? Бірінші өзгермей қоспай тұрған ғой достар, Энергияның формуласы бізде қандай достар? Су квадрат бөлінген 2 ғой. Солай есептейін, с деген менде 10 көбейтен 10-ның минус 6 дәрежесі 10 микро деген достар. Окей? У деген бізде 60 болып тұр, 10 квадраты 36 2 0 бөлінген 2. Так, кім есептеш қанша болады мен жерден? 18, мен дәрежеден кесіп сәнші? 3 нөл қысам, минус 3 болып қалады да. Сол кезде 18, оның минус 3 дәрежесі шығып тұр екен ғой, 18 көбейтен оның минус 3 дәрежесі екен. Окей, енді достар қараңыз, екінші жағдайда енді 7 диэлектрлік қосқан. Оны неге айтып тұр достар? Сыйымдылықтың формуласы бізде эпсилон 0, S бөлінген D деген сөз ғой,
ақерке, мына жерге енді 7 қойсам, сыйымдылық 7 есе артты деген сөз ғой. Енді сыйымдылықпен мына жерді неше деп есептеймін? 70 деп есептеймін. Екінші жағдайда, окей? Дәл сол формула. Су квадрат бөлінген 2, бірақ сыйымдылықты 70 деп есептеймін, потому что жиіліктілік 7 қойған кезде ол 7 есе артты. Әлі түсініп отырық па? 7 көбейту 10 минус 6 дәрежесі. У квадратқа сол 36 2 бөлінген 2, иә. Так. Мына мен 3-нөл қысқарып тастайын, сол кезде минус 3 дәреже қалады, иә. Мына жер минус 3 қалады. 18 көбейтілген 7 болып тұр, иә. 18 көбейтілген 7 көбейтілген 10-ның минус 3 дәрежесі. Осылай қала берсін, достар. Енді бізге мынау біріншісі, мынау екіншісі, иә. Өзгеріс деген не, достар, бізде ол? Өзгеріс деген екіншісінен біріншісін азайтамыз ғой. Сол кезде, достар, екіншісінде 18 көбейтілген 7 10-ның минус дәрежесі минус 18 10-ның минус 3 дәрежесі. Достар, қараңыздаршы. 18 10-ның минус 3 дәрежесін сыртқа шығарсам болады ғой? Жақсаншы не қалады әлия? Я, красавица. 7 минус 1 6 деген сөз ғой. Яғни 18-ді 6-ға көбейтсем қанша болады, достар? 108. 18-ді 6-ға көбейтсем 108. Окей. 108 көбейтілген 10-ның минус 3 дәрежесі, иә. Вот, как раз ол деген сөз бізде қанша деген сөз, достар? С жауабы шығып тұр. Окей? Жалғастырамыз. Периоды 4 секундке тең математикалық магниттік жібінің ұзындығы қандай дейді. Окей. Так, достар, былай шығарсаңшы 2π түбірасында L бөлінген G десем да, достар. Сол кезде период 4 қоя. 4 тең 2π L бөлінген 10 деймін да, достар ше. Енді мынаны ше, әлия екі жақты квадраттаймын түбірден құтылу үшін. Сол кезде мына 4 не болып қалады менің? 16 тең 4π квадрат L бөлінген G болып қалады, достар, иә. Достардан π квадрат дегенше 10-ға тең, сол кезде мына мен қысқартып жесем болады ғой. π квадрат 10-ға тең, примерно, хорошо. Сол кезде мына 4 пен 16 істесем, мына 4 қалады, иә. Сол кезде L неге тең болып тұр, достар? 4 метр деген сөз. Опа. 4 метр белгілеймін. Жалғастырамыз. Автокөлік горизонталь жолда орнынан қозғалып 5 секундта жылдамдығын 36 км/сағатқа жеткізді. Автокөлік массасы 70 кг, жүргізушінің орындық арқалығына түсіретін күші қандай? Достар, қараңыздар, мынандай машинада отырған кезде, кенеттен газ баспаған кезде, мен былай сілтелеп қаламын ғой, орындықты артқы несін күштіремін, соны сұрап жатыр, иә. Оны табу үшін, достар, F тең ма масса тұр, аны табу үшін бізде жылдамдық өзгерісін уақыт өзгерісінен бөлеміз. Жылдамдық өзгерісі 36 км/сағат. Қанша метр секунд? 10 метр секунд, иә. 10 метр секунд, сол кезде 10 бөлінген 5 тең 2 деген сөз, иә. 2 метр секунд квадрат деген сөз. Мына жерге массасын қойсақ 70 көбейтілген 2 тең 140 ньютон. Бар ма 140 ньютон? Осыны белгілейміз. Хорошо? Так, жалғастырамыз. Контекст екен. Массалар 40 кг және 45 кг болатын, әлі оқып жатырық, иә. Массалар 40 және 45 кг болатын екі бала тегіс жерде бірдей роликті конькимен сырғанақ теуіп ойнауда. Олардың әрбір конькилерінің жермен жанасатын ауданы 8 мм квадрат. Әрбіреуін келген. Бір адамда қанша коньки бар? Екеуі, қазір ескеру керек осындай нәрселер. Тыныштықта тұрып бір-бірін итерген кезде екі бала қозғалыса келді де, массасы үлкен екінші бала 1.2 метр секунд жылдамдыққа ие болды. Окей. Өздері әсерлесуден кейінгі балалардың кинетикалық энергияларын табыңыз дейді. Әсерлесуден кейінгі. Хорошо? Әсерлесуден кейін екінші баланың жылдамдығы мынандай ғой, иә? Мына екінші бала деп тұр, иә? Тыныштықта тұрып бір-бірін итергеннен кейін екеуі сондай жылдамдыққа ие болған. Окей? Сол кезде бірінші баланың кинетикалық энергиясының формуласы ол менде mv квадрат бөлінген 2. Бірінші баланың 2 деп қояйын. Екінші бала массасы қанша еді, достар? Мына 45 айтып тұр, иә, олар, иә? 45 көбейтілген 1.2-ның квадрат бөлінген 2. Опа, 1.2-ның квадраты бөлу 2 көбейту қанша? 45, иә? 32.4. Ой. Бар екен, иә, 32.4. Бірнеше жауап бар екен ондай. 32.4 джоуль. Енді достар, бірінші баланкін табу керек. Бірінші баланкін табу үшін екеуін импульсаны теңестіремін, иә? M1 V1 тең M2 V2. Сол кезде бірінші баланың массасы менде 40 көбейтілген V1 тең, екінші баланың массасы 45, жылдамдығы 1.2, иә? Осы жерден достар, қараңыздар, V1 тапсам неге тең болады V1? 45 көбейту 1.2 бөлінген 40-қа тең болады, иә? Сол кезде 1.35 екен, достар. 1.35 жылдамдық ол бірінші баланк екен. Осының жауап бар ма, достар? Әлия? Жоқ бұндай жауап, потому что біз әлі жауабын жеткен жоқпыз. Бізге энергияны табу керек қой, иә? Энергияны дәл сол E1 тең mv квадрат бөлінген 2 мен табамыз, иә? Сол кезде E1 тең масса бірінші баланкы 40 көбейтілген 1.35-дің квадраты бөлінген 2. Так, осының квадраты бөлу 2 көбейту 40 тең 36.45 бар ма, достар? Вот 36.45 және мына жерге жазып қояйын, иә? 36.45 36.45 шықты біреу, иә? Біреуіміз қанша еді? 32.4. Осындай жауап бар ма, достар? Жауап бар екен, осыны белгілейміз. Қозғалыстағы балалар мен тегіс жер арасындағы үйкелісі қандай дейді. Балалардың роликтері қандай ролик деді бізде?
конькилері роликті коньки ғой ол, иә? Роликті коньки ма, қандай? Роликті коньки, Роликті коньки болса, ол достар бізде домалау үйкелісі болады, иә? Кәдімгі простой коньки болса, сырғанау үйкелісі болады ғой? Роликтің домалақтары бар ғой, ол домалау үйкелісі деген сөз, хорошо? Екі баланың жерге түсіретін қысымдарының айырмашылығы дейді достар, окей. Қысым айырмашылығы масса айырмашылығымен ғой. Да? Массалар қанша? Біреу 40-45 ғой. Сол кезде мен сразу қысымдар былай табады. Негізі F бөлінген S ғой, иә? F-ті не деп аламын? MG деп ашамын ғой, иә? MG бөлінген S деп. Бірақ ше достар, мына жерде массалардың айырымы қанша? 5-ке тең ғой. Сол себепті 5 көбейтілген 10 деймін да. S аудан достар, әрбір табанның ауданы 8 болса, екі табандікі 16, иә? 16 миллиметр деді ма? Миллиметр квадрат деді ма? Миллиметр квадрат екен достар, міне. Миллиметр квадрат десе, біз оны метр квадратқа айналдырамыз. Так, қанша болады? Оның минус 6 дәрежесі болады, иә? Окей. Есептейміз енді достар. Так, 50-ді бөлеміз 16-ға тең. 3.125, оның 6 дәрежесі болады екен достар. Қанша дедім? 3.125, оның 6 дәрежесі паскаль. Так, осындай жауап бізде бар екен, в нұсқасын белгілейміз. Жалғастырамыз. Бірінші баланың жерге түсіретін қысымы дейді. Так, бірінші бала бізде ол P1 деп қоя салайын, иә? F1 бөлінген S1, яғни mg ғой, иә? Бірінші бала массасы 40 еді ғой. 400 деп жазам mg-мен, иә? Сол кезде бірінші бала ауданы қаншаға тең? Тоже 16, оның минус 6 дәрежесіне тең. Так, 400-ді бөлеміз 16-ға қанша? 25. 25, оның 6 дәрежесі паскаль. Осындай бар ма жауап достар? 25 мегапаскаль деген сөз, иә? Бір-бірін етергеннен кейін бірінші баланың алатын жылдамдығы. Достар, біз таптық жаңа, иә? Бірінші баланың жылдамдығы қанша болды? 1.35 болды, иә? Помните, мына жерде таптық қой біз? Вот, міне. Міне, достар. Міне, достар, міне. Бірінші баланың жылдамдығы 1.35 болды, иә? Солай есеп қойды. Жақсырамыз, достар. Көп нұсқалық есептерге келдік. Так, көлденең қимасының ауданы, оның минус 6 дәрежесі метр өткізушіден 1 ампер тоқ өткен кезде электрондардың қозғалатын жылдамдығы мен концентрациясын сәйкестендіріңіз. Так, формула бізде қандай? I тең Свен деген формула бар бізде, иә? Свен. Осы жерден n-ді табу керек. I бөлінген сен ғой? I бөлінген сен. Так, I деген бізде 1 ампер. S деген қанша еді? Оның минус 6 дәрежесі, иә? Көбейтілген электрон заряды 1.6, оның минус 19 дәрежесі. Көбейтілген концентрация. Достар, что-то мен қуып кеттім, Свен. Мына жерде сен емес қоясыз, мына жерде. Мына жерде В болады, достар, иә? Өйткені n тауып жатыр, мына жерде. Сол кезде жылдамдығымыз біздің мынаны қойыңыз деп айтып тұр, достар, жылдамдыққа. 0,1 миллиметр секунд деген сөз ол. 0,1 көбейтілген 10 минус 3 дәрежесі деген сөз, иә? Осы есептесек, достар, қанша шығады екен, иә? 1/0,16 тең. 6.25. 6.25 көбейтілген 10-ның астында минус 25, минус 28 дәреже болады, иә? Ол студент кезде плюс 28 дәреже болады, иә? 28 дәреже. Ержан, бәрі жақсы ма, Ержан? Ержан біреу ренжітші, Ержанды біреу ренжітті. Так, кім ренжітті деген біздің Ержанды? N тең. I бөлінген Сев, иә, достар. I деген бізде 1, S деген 10-ның минус 6 дәрежесі болды, E деген 1.6, 10-ның минус 19 дәрежесі болды. Енді жылдамдық қанша деп алыңыздар деп жатыр жылдамдық мына жерде? 5 деп алыңыздар деп жатыр, иә? Миллиметр ештеңкесі жоқ, иә, достар. Енді получается 1/1.6 бөлу 5 тең. 0,125 көбейтілген 10-ның минус 19, минус 6, минус 25 дәрежесі, ол плюс 25 болады. Сол кезде 24-ке айналдырсақ, өтірді 10 қарап жылда саламыз, иә? 1.25, оның 24 дәрежесі деген сөз, Әлия ханым. Қозғалыс заңдарын түсіндіретін заңдарды атаумен сәйкестендіріңіз. Зымыранның реактивті қозғалысын түсіндіретін заң, әрине ол импульстың сақталу заңы, иә? Естеріңізде болса, достар, біз айтып едік, иә? 20 ғасырдағы самый грандиозный научное открытие ол импульстың сақталу заңын ашылуымен түсіндіріледі, потому что 20 ғасырда адамзат баласы космосқа ұшқан, окей? Серпенің қозғалысын түсіндіретін заң ол қандай заң, достар? Гук заң ол бізде, иә? Так, енді жалғастырамыз. Төменде суретте 4 бірдей кубтан жасалған дененің әртүрлі орналастырулары көрсетілген. Осы орналастыру потенциал энергияға сәйкестендіріңіз. Ең үлкен потенциал энергияға сәйкестейді. Достар, енді қараңыздар, бізде ше осындай дене болған кезде мынаның биіктігі ровно центрінен алынады да, достар. Мынаны H десем болады ғой, иә? Ровно центрінен алады. Осы дененің потенциал энергиясы ол mgh, иә, достар? Бірен ғой. Енді плюс мына 3 дене бізде, достар, осындай биіктікте орналасып тұр ғой центрінен алған кезде. Бұл дегеніміз, достар, қараңыздар. Мынау 1H, 2H, 3H деген сөз ғой, иә? Биіктікке 3H деп жазам да, достар.
Қанша масса достар мына жерде? 3 масса ғой, 3mg 3h десем түсінікті ма достар? Али апай. Так, сол кезде қанша деп жазам барлығын? 10mgh деп жазам, Сол кезде біріншісінде қанша болды? 10mgh болды, Екіншісінде достар. Екіншісінде биіктігі тоже осы жартысынан алынады, Бұл жерде қанша дейін жатыр осындай биіктікте? 3 дейін жатыр ғой, 3mgh десем болады ғой. Плюс достар қараңыздар. Мынаның биіктігі біліп тұрсыздар қанша екен? 1, 2, 3 биіктік қой, Қанша дейін жатыр 3 биіктікте? 1 дейін жатыр, mg 3h деймін, сол кезде 3mgh сол кезде қанша? 6mgh шығып тұр мынадан. Мынадан ше достар қараңыздар. Мына жерде осындай биіктікте 2 дене, 2mgh деймін. Түсінікті ма достар? Мынандай биіктікте бұл 1, 2, 3 қосу 3mgh деп сразу жаза салайын достар, 3h қой, Ерж. Енді мынау қанша биіктікте тұр? 4, 5, Қанша дейін тұр ол жерде? 5mgh деп жаза салайын, Сол кезде достар мынаны есептейміз, 2mgh, 3mgh, 5mgh қанша болады барын? 10mgh болып тұр достар бізде, мынау. Дұрыс естедік пе достар? 10mgh, 10mgh болды. Так, мынаны есептеген достар. Мынау бізде mgh тек қана біреу, Плюс мынау бізде 1, 2, 3mgh. Мынау ше достар бізде, мынау биіктік, получается 4, 5, қанша дене тұр? 2 дене, ол сразу 10 деп жасам бола ма? 10mgh деп, Сол кезде барлығы қанша болады достар? 14mgh қой. Енді осылар салыстырамыз енді достар, жауаптарын, Мына достар, 10. Ең кіші потенциал энергияға сәйкес келетін. Ең кіші потенциал энергия қайсы болды достар бізде? 6mgh қой, В денесі болды достар, В денесі, яғни мынау ғой достар, осылай жатқан қайсы бізде? F болып тұр, Сосын ең кіші потенциал энергияға сәйкес келетін. Екінші жалғасы қайда? Біріншісі ең үлкен ғой, екіншісі. Бәрі бірде осы достар, картинкаларын бәрі бірде ғой. Біз біріншісін есептеп кеттік қой, Біріншісінде ең үлкен потенциал энергия. Ең үлкен потенциал энергия қайсы болды? 14mgh қой, D болып тұр ғой біріншісі, Екінші F болып тұр, окей? Түсіндіңіздер ме достар? Мен просто примерно шығып кеттім, сөйтіп шатасып отырмыз. Жақсы, жалғастырамыз достар. Бала А нүктесінен серпіліп писайтын оқ атты оқтың траекториясы бойындағы жылдамдықтарын сәйкестендіріңіз дейді. Биіктік 50 метр, кішкентай биіктік 15 метр екен. Окей. А нүктесіне биіктік дейді, А нүктесі қайда? Достар, қараңыздар, ол бізге барлығы ең көтерілу биіктігі қанша болған? 50 болған ғой. Максимал көтерілу биіктігінің формасы бізде қандай еді достар? Түбірасы 2gh еді ғой, достар. V0 квадрат бөлінген 2g еді ғой. Осы жерден V0 тапсам, түбірасы 2gh бола салады, Осымен еспей салам жылдамдық, Сол кезде түбірасы 2g10 h деген 50, Сол кезде қанша болып тұр? 100 мың болып тұр ма? Мың түбірі қанша? 33-те 1 деме ма? 31-де 6 екен достар. Осындай жауап бар ма? Примерно осы болып тұр, Окей. В нүктесіндегі жылдамдығы достар. В нүктесіндегі жылдамдығы. Так. Достар, қараңыздар. Мына жерде оның жылдамдығы 0-ге тең болған ғой, Ерш? Мына жағы 15 метр болса, мына жағы 50 метр болса, мынау биіктік нешеге тең? 35-ге тең ғой, Бәрі 50, түп жағы не болса, мынау биіктік 35. 35 метр ол еркін құлады десем сенесіздер ме достар? Еркін құлады, 0-ден бастап. Жоқ, мына жер 0 болды ғой, міне. Еркін құлады осы жерден бастап, Сол себепті, ондай кезде мен соңғы жылдамдықты қайып табасам, былай табасам, тоже сол В тең түбірасына 2gh-ға қоямын да, бірақ h-ға жаңа құлаған биіктік қанша болды, Ержан? 35 болды ма? 35 қоямыз, Сол кезде 2, 10, 35, 70, түбірасы 70 қанша шығады екен, 700 ба? 26-45 дейді достар. 26, 45, примерно 26-4 деген сөз достар, осыны белгілеңіз. Так, 35-ші есеп. 0,5 метр секунд үдеумен қозғалып келе жатқан дене 12 метр жол жүрген кезде бастапқы жылдамдығын 2 есе арттырса, денеге қатысты дұрыс тұжырымда бастапқы жылдамдығы дейді, Окей. Достар, енді бізге үдеу, жылдамдық, жолға қатысты формула, мына формула болып тұр достар, V квадрат тең, V0 квадрат, жылдамдық 2 есе арттырса деп тұр, плюс 2 AS қой. Окей? Осыған мәндерін қоямын достар. Жылдамдық 2 есе арттырса деген сөз достар, V тең 2 V0 десем бола ма достар? Енді осының орнына қойсам, мынаны алып мынаның орнына қойып жерсем, сол кезде сразу 4 V0 квадрат тең V0 квадрат плюс 2 А-ға 0,5, S-ға 12 жазам,
мына не қосқысы ше достар? Алия 4v квадрат минус v квадрат қанша болады? 3v0 квадрат тең. Мынау қанша достар? 6, 12 болып тұр деймін, 12. Сол кезде v0 тең 4 болып тұр, квадраты. Ал v0-дің өзі 2 болып тұр, бастапқы жылдамдығы 2 екен. Соңғы жылдамдығы ше? Соңғы жылдамдығы 4 екен, потому что 2 есе арттырған ғой, соңғы жылдамдығы 4 деп сразу белгі саламыз. Так, жалғастырамыз. Төменде жете түсті жиілігі бойынша өсу ретімен орналастырыңыз дейді. Жиілігі бойынша өсу реті достар бізде минимал жиіліктен максимал жиілікке қарап кететін қандай еді? Каждый охотник желает знать, где сидит фазан, Өсу реті деген сөз достар, минимумнан максимумға жасу деген сөз ғой, Ең кішкентай қызыл екен достар. Қызыл қайсы бізде? 6, Оранжевый, қызыл, сары деген сөз, одан кейін 3, Ж деген желтый достар, сары 2, З деген зеленый, жасыл 1, Г деген голубой достар, көгілдір 7, С деген синий достар, көк 5, Ф деген фиолетовый, күлгін 4. Осылай бар ма достар? Қанша? 63, 21, 75, 63, 21, 75, 4, F нұсқасы. Достар, бұл жерде бір-ақ нұсқа екен, дұрыс екен көрініп тұр, Науға белгілегеннің өзінде де осы біреуін ғана белгілеміз. Жалғастырамыз. Жер бетінен 108 км/сағат бастапқы жылдамдықпен тік жоғары лақтырылған массасы 4 кг дененің 2 секундтан кейінгі потенциалдық энергиясы. Окей, 108 км/сағат метр секундқа алдырайық, достар, қанша болады бұл? 30 ау деймін, Так, 108 бөлу 3.6 аляпа қазағылаймыз. 30 метр бөлінген секунд. Сол кезде 2 секундтан кейін десе, достар, енді қараңыздар. V0-ті минус име, плюс име не жерге, достар? Минус име неге? Потому что тік жоғары деп тұр, Окей? Сол кезде сразу есептейін. V0 деген менде қанша? 30 көбейтілген 2 минус 5 деп кетсем бола ма, достар? Ж бөлінген 2-ні. Оң ғой? 5 көбейтілген т квадрат, так, 4 т-ның квадраты. Сол кезде 60-тан нешен азайтамын? 20-дан азайтамын. Қанша болады? 40 болып тұр, Енді потенциалға деген таба салам MGH-пен. Масса бізде 4 көбейтілген 10 көбейтілген 40, 40 көбейтілген 40, 16 2 джоуль. 16, яғни 1600 килоджоуль деген сөз, Осы жауаптар дұрыс деген сөз. Анодтық қанығу тоғы 2 миллиампер болса, вакуумдық диодтың катодынан 30 минутта ұшып шығатын электрон саны. Помните, достар, бізде мынандай формула бар еді? Q тең IT және Q тең NE деген формула бар еді, Осы екеуін теңестірсем болады, IT тең NE деп та. Алия N тең IT бөлінген E, Сол кезде I деген бізде 20-10 минус 3 дәрежесі, T деген бізде 30 минут секундқа алдырған сразу апса көбейт жазып кеттім, достар. Электрон заряды 1.6 көбейту 10 минус 19 дәрежесі. Так, есептейміз. 20 көбейту 30 көбейту 60 бөлу 1.6 тең. 22500 дейді, достар. 22500 көбейтен 10-ның минус 16 плюс минус 19 плюс 19 өтеді ғой, Сол кезде 16 дәрежесі болады, 17, 18, 19, 20. Сол кезде, достар, 225 келтірсек, сол кезде 17, 18, 18, 225 минус 18 деген сөз екен, достар, Мына 19 деген сөз, достар, Достар, түсініңіздер ма? 19 деген сөз. Мыняқа 19, 20 бар. 19, жоқ, Все, басқасы келмейді, достар, Басқасы келмейді, все. Так, жалғастырамыз. Төменде суретте серпиге ілінген дененің тербелісінің графигі көрсетілген, дененің массасы 2 кг болса, оның максимал кинетикалық энергиясы. Окей, достар, максимал кинетикалық энергия, яғни mv квадрат бөлінген 2-мен аяқталады, анықталады. Мынау макс болады деген сөз, макс болады деген сөз. Ал максимал жылдамдық формасы қандай еді? Нұрсек, Ерш, қыздар, Әлия, максимал жылдамдық формасы? XM омега, дұрыс айтасыз. Сөйтіп тапқан кезде, енді осы жерде максимал жылдамдық табады. XM деген максималды ауытқу, амплитудасы 2 метр ғой? 2 метр. Циклдік жиілігін табу үшін, достар, циклдік жиілік формасы бізде 2π бөлінген период, Графиктен Әлия период нешеге тең? Ақылке период нешеге тең? Осы жерден бастап, осы жерге дейін ғой? Бір айналым 8 деген сөз, 2π бөлінген 8, яғни бұл π бөлінген 4 деген сөз, Окей? Омегаға π бөлінген 4-ті қоямын. Сол кезде π бөлінген 2 шығып тұр, жылдамдығым. Все, енді орнына қоямын, жылдамдық есептеймін. Массасы бар еді менде, 2 көбейтілген π бөлінген 2-ның квадраты бөлінген 2, мынаны несе жерсем, сол кезде π квадрат бөлінген 4 болып тұр да. Π квадрат деген 10, достар. 10 4-ке бөлсем 1,2.5 шығып тұр ғой.
2.5 деген бар ма достар? Жадан шықпай қалмамыз не? 46 шығар. Иә, сол примерно асып кеттік, не істеп кеттік та? Осы болып тұр ғой, иә. Б болады, еще? 2.46 деген сөз. Біз жоқтап алып кеттік достар негізі. Достар, осымен біздің бүгінгі нұсқа талдау науқанымыз аяқталды. Сіздермен болған осы физик балалар. Сау болыңыздар. Достар, айтуды ұмытпайын, видеома лайк, комментарий басып, достарымды бөлісіп отыруын өтінемін, потому что ол алгоритмдер видеоның таралу ауқымына өте көп әсер етеді, окей?